Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымды сальпингоауфорит дейміз, болмаса аднексит деп аталынады. Қазақша айтқанда ол жатырдың түтікшелері, аналық бездің қабынуы. Оған не әкеледі? Оған емделінбеген суық инфекциялардың түрі соған әкелуі мүмкін, выделениені көбейтеді. Біздің қыздарымыз ол жағдайда кейде суық тиіп жатқан кезде емделінбей қалады. Емделінбегеннен кейін ол спайки дейміз, спайкаға әкеледі. Жатырдың қисық жатуы болады, соған әкеледі. Ол соңында бедеулікке әкеліп соқтырады. Сондықтан қандай да болмасын, іштің төменгі жағы ауырып жатса, выделение дейміз, сол көп болып жатса, міндетті түрде көріну керек, міндетті түрде УЗИ тапсырылады, суықтың анализдері тапсырылады, инфекциялар, хламидий, трихомонада, уреплазма, микоплазма дейміз, гарднерелла дейміз, вирустар бар, солар міндетті түрде тапсырылу керек. Сол анализдерде не көрсетеді, соны емдеу керек. Бұл көбінесе бедеулікке әкеліп соқтырады. Сол үшін білгілеріңіз келіп жатса, төмендегі номеріме хабарласуларыңызға болады.